Қайырлы күн, құрметті көрермен. Әр апта сайын жарияланатын полиглот жобасының кезекті қонағы Қазбілім ұлттық лицейінің 10 сынып оқушысы Аманелді Шынасыл. Қош келдіңіз, Шынасыл. Ең алғаш қояр сұрағым, мемлекеттік тіл өз алдына ең алғаш үйренген шет тілін жайлы айтсаңыз. Ең алғаш үйренген шет тілі туралы айтсам, әрине ағылшын тілі. Яғни қазір ағылшын тілі ең кең тараған тілдердің бірі болғаннан кейін басынан ағылшын тілін үйренемін деп шештім. Сол себепті ағылшын тілін таңдадыңыз десе, жақсы. Көбінесе кітаптарды, кино сериалдарды қай тілде көресіз? Негізінде әрине қазақ тілінде, өз ана тілінде, және көбінесе кино сериал жағына келгенде ол ағылшын тілі. Өйткені жақында Алла қаласа мен IELTS тапсырамын деп шештім, сол себепті маған практика керек. Жақсы, жарайсыз. IELTS-қа дайындығыңыз қалай жалпы? Жақсы, өйткені Қазбілім ұлттық мектебінде бізде IELTS-қа дайындық сабақтары бар арнайыланған. Сол себепті менің ағылшын деңгейім күннен күнге жақсаруда. Жақсы. Тіл үйренуде, тіл меңгерудегі өзіңіз қолданып жүрген кеңестермен бөліссеңіз. Жалпы кеңестерім ол ағылшын тілін енді ғана меңгеруді бастаған кезде әрине грамматика маңызды. Өйткені сөйлеу барысында өзгелермен коммуникацияға түсуге бұл өте маңызды. Ал екіншісі әрине вокабуляр дейді ғой, яғни сөз саны, сөздік қорымыз. Грамматикамызда жаңағы сөздік қорымызды қатар ұстасақ, онда ағылшын деңгейіміз дамиды дейсіз ба? Жақсы. Болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Негізінде өзіме француз тілі қатты ұнайды. Өйткені бұл махаббат тілі деп те айтып жатады ғой. Өйткені оның естілуі өте өзгеше, французша сөйлеген адамдарға тәнті болған. Құрметті көрермен, осы орайда бірнеше тіл білетін жандар жайлы қызықты дерек келтірейін. Қазақ тіл білімінің тұңғыш профессоры, түркітанушы, педагог Құдайберген Жұбанов 14 тілде еркін сөйлеген. Ана тілі қазақ тілі өз алдына орыс, ағылшын, парсы, шағатай, моңғол, грузин тілдерінде еркін сөйлеген екен. Ал сіз, Шынасыл, қазақ жерінде, әлемде болсын бірнеше тіл білетін полиглоттар жайлы білесіз бе? Әрине, мысалы барлығымыз білетін Ақтоты Асанова, ол небәрі 19 жасында 10 тілді еркін меңгерген. Ол француз тілі де, қытайша, немісше, испанша және өз тілін аса құрметтейді. Дәл сол кісі сияқты болғым келеді. Жақсы, болашақта арманыңызға жетіңіз деген тілектеміз. Жақсы, Шынасыл, енді өзіңізге ұнайтын қанатты сөздерден, өзіңіз білетін тілдерде мысал келтіріп кетсеңіз. Әрине, өйткені қазір тіл мәселесіне орай Қадыр Мырзалиннің осындай бір қанатты сөзі бар: өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Яғни оны ағылшын, орыс тілінде де айта кетейін. Of course, you can learn all foreign languages. However, you should respect your own language too. Әрине, бұл жағынан орыс тілінде де сіз қызғап кетуге болады. Яғни, ты можешь изучать все другие языки, однако ты не должен забывать про свой собственный. Тұшымды жауабыңызға рахмет, Шынасыл. Бүгінгі жобамызды Халел Досмұхамедұлының мына бір сөздерімен қорытындыласақ. Ана тілін біліп тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Қош сау болыңыз, көрермен. Сау болыңыздар.